Бұл қабірде Бекежан Батыр мәңгілік тыныстап жатыр. Бекежан Батырдың өзі емес әрине. Қыз жібек көркем фильмінде Бекежанның рөлін сомдаған атақты әртіс Асанәлі Әшімов мәңгі тыныстап жатыр. Енді бұл кісінің бір қызық естелігі бар. 1972 жылы Қыз жібек көркем фильмі прокатқа шыққаннан кейін халықаралық фестивальге СССР-дің атынан осы фильмді алып барады. Сол фильмді көрсететіннің алдында Венадағы сол ұйымдастырушылардың біреуі келіп Асанәлі атамыздың құлағына сыбырлады дейді. Советтер одағынан келген жігіттер, сендер ренжімеңдер, қазір сендердің ана қыз жібектеріңді көрсеткен кезде көп адам отырмайды, басталғаннан кейін 5 минуттан кейін бәрі өрден залдан шығып кетеді. Көңілдеріңе келмесін, соған психологиялық жағынан дайын болыңдар. Себебі советтік киноларды біз көре алмаймыз, іші толған пропаганда, азаннан кешке дейін айналып келіп сол Лениндерді мақтай бересіңдер. Сондықтан залда 5-6 адам қалса, соған рахмет айтасыңдар дейді ғой енді әлгі жерде. Жарайды дейді, кино басталады, жарқ етіп Қыз жібек деген үлкен қып-қызыл жазу шығады, одан кейін атпен шауып кетеді, одан кейін мына жақтан түргештің кей гүмбірлеп қоя береді, залдағылардың бәрі гипнозға түскендей тұрып кетпей отырып қалады. Одан кейін 2 сағат залдан бір адам шығып кетпек түгілі, керісінше көшеде жүрген, коридорда жүргендердің бәрі киноның ішіне кіріп алады. Осылайша 2 сағаттан кейін Қыз жібек фильм біткен кезінде бәрі орындарынан тұрып қол шапалақтайды дағыны, фильмнің басты кейіпкерлерінің бәрін сахнаға шақырады. Сол кезде біздің жігіттер мен қыздардың бәрі сахнада маңдайлары жарқырап, жұлдыз болып шыға келеді. Олардың сол кездегі айтқаны, жаңағы кинода киіп жүрген көшпенділердің киімі қайда, ұстап көрсек бола ма деп. Соны атамыз айтады ғой енді. Ол кезде ұлттық киіммен жүру ят саналатын еді, қазір ғой енді оның модаға, трендке айналғаны. Ол кезде сықиып советтік стильде жүретін еді. Қарап тұрсақ, соның бәрі ағаттық екен дейді. Міне осындай қызық естеліктерді бұл кісінің өзінің жазып қалдырған деректерінен, естеліктерінен, кітаптарынан өздеріңіз оқып аласыздар. Ағамыздың жатқан жері жайлы болсын, пейіштің төрінде рухы шалқи берсін.